Бәріңізге ассалаумағалейкум. Жоқ болса бере алмайтын, бар болса көре алмайтын қытайлықтар тағы да кімге соғыс ашпақ? Үндістанның 20 әскерін өлтіруге не себеп болды? Піл мен құлдың отаны қысып көз Қытайға төтеп бере ала ма? Соғысқа дайынбыз деген премьер-министрдің сөзі қаншалықты рас? Үшінші дүниежүзілік соғысты кімдер күтіп отыр? Бұл туралы сұмдық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Үндістаннан 20 адам, қытайлықтардан 46 адамы қайтыс болған қанды оқиғаға 2 айда толып үлгерген жоқ. Тағы да шиеленістің шырпысы тұтанғалы тұр. 8 тамыздан басталған шекара маңындағы қарулы қақтығыстар әлі күнге дейін тоқтатылар емес. Піл мен аждаханың айқасын алақанын ысқылай отырып ақырған аюмен төз тағысы кәрі бүркіт асыға күтіп отыр. Қай жеңгенің менікі дейді ау шамасы. Даудың басы Дайрабайдың көк сүйірі дейміз бе, себеп сол баяғы шекара сызығын анықтай алмау. Гималай етегіндегі 60 000 шаршы шақырым жерді қос ел 45 жылдан бері бөліс алар емес. 1975 жылдан бері алғаш рет оқ атылды. Бұл оқта текте кездесетін шөрі шағын кикілжіңдер ме, әлде ірі жанжалдың, шынайы соғыстың алғашқы белгілері ме? Оқиғаның шарықтау шегі осыдан 2 ай бұрынғы 15 маусымнан 16-сына қараған түні болған. Қытай тарапы үнді әскері шекараны 2 рет заңсыз кесті деп көршісін айыптап отыр. Әрине, мұндай ірі кикілжіңдер аяқ асты бола қоймайды ғой. Биыл 5-6 мамыр күндері шекараны патрульдеу барысында 2 ел арасындағы алғашқы қақтығыс болған. Жағдай ушыға бастаған соң 20 мамырда қос тарап шекара бойына бірнеше мың сарбаздарын жіберіп үлгерген. Жанжал Гималайдың Ладак аймағындағы Галван аңғарында, Қытай мен Үндістан шекарасында тіркелген. Бірақ маусымның басында Үндістан мен Қытайдың әскерилері кездесіп, жағдайды бейбіт түрде шешуге уағдаласқан. Алайда аталған келісім 10 күнге де жетпеді. 15 маусым күні қос тарап әскері тағы да соқтығысып, жоғарыда айтылған адам шығыны орын алған еді. Жалпы Қытай көршілерімен бөлісе алмаған жерлеріне басып кіретін әдеті бар. Мысалға алып қарайтын болсақ, биыл 19 сәуір күні Парамен аралдары мен Спратли архипелагында Қытайдың 2 әкімшілік округі пайда болды. Оларды сырттай Хайнан провинциясының құрамына қосып қойды. Не деген пысқайлық десеңізші? Бейжіңнің бұл әрекетіне Вьетнамда қарсылық білдірді. Бірақ оны елеп ескерген, әке-көкелеп отырған Қытай жоқ. Пысқырмайды да. Бұл елдің келесі көздегені Сенкаку архипелагы болуы да бек мүмкін. Оны бір қауым уақыттан бері аралдың королі Жапониямен бөлісе алмай келе жатыр. Азия құрлығында Қытаймен ешбір ел ашық қарсылыққа барғысы жоқ. Оның бүгінгі әскери әлеуеті де баршамызға мәлім. Тіпті жер үшінде, соның бірі Үндістан. Алайда бұл демократиялық деп танылған мемлекет, яғни түрлі саяси күштер премьер-министрден үнемі қатаң жауапты талап етеді. Өз кезегінде Үндістан көршісімен ашық қарсылыққа бармай, Қытайға қарсы одақтас табуға тырысады. Нью-Делидің бұл ниетін ақш жақсы түсінеді. Сондықтан да қол ұшын беруге тырысары хақ. Шынында піл патшалығы мен аждаханың айқасатындай күні туса кім жеңеді? Кімге бәстігер едіңіз? Ашып қарасақ, Қытай экономикасы қарқынды дамыған елдің бірі. Ал Үндістан сол қарқыннан қалғысы келмейтін ірі елдердің қатарында. Тіпті әлемдегі 3-ші немесе 4-ші державалық мемлекетке айналуы да ләзім. Егер екі ел тағы да соғысса, әскери сарапшылар жеңіс Делидің қанжығасында деп жорамалдап отыр. Мәселенің майын ағызып, жілігін шағып тұрып қарайтын болсақ, бірінші, қару-жарақты сатып алу бойынша Үндістанда артықшылықтар бар. Қытайға әскери қару сату жағынан Ресей ашық нарық болғанымен, Мәскеу бұл елге қуатты технология мен ұтқыр қаруын бермеуге тырысады. Ал Үндістанның өзі ақш, Ресей және НАТО арқылы еш кедергісіз қару-жарақ нарығын қалтқысыз қуаттап отыр. Соғыс жағдайында Қытай өз қаруына сенім артса, Үндістан қарсы келгендерді қалпақтай ұшыратын батыс елдерінің қаруын иемденбек. Бұл бір себеп те ірі шайқастардың тарихын шешпек. Екінші, демографиялық тұрғыдан екі елдің де әлеуеті қуатты болғанымен Қытайдың 2 кемшілігі бар. Қытай ұзақ жылдар бойы бір отбасы бір бала принципін ұстанып келді. Сәйкесінше Қытайда ұл балалардың саны ұрғашылардан қарағанда әлде қайда көп. Екінші проблемасы қысық көздерде қарттық көп елбасын. Қартайған халық соғыста қауқар таныта алмайды.
Үндістанда керісінше жастардың санымен шамамен 35 жасқа дейін деп есептегенде елдің 70%-ын құрап отыр. Олардың басым көпшілігі әскери мобилизацияға дайын. Бұл да ірі соғыста адами ресурсты қолдануда сеп болмақ. Үшінші, өзге елдердің қолдауы жағынан Қытайдың кемшілігі көп. Әлем елдері Қытайдың экспансиясынан сескенеді, сәйкесінше Үндістанды жақтайды. Осылайша әлемдегі тұзкөзірлер қарғаның корольді басу үшін өз басын бәйгеге тікпей-ақ алты көзірді отправить ете салу ықтималдығын туғызып отыр. Әскери сарапшылардан бөлек диван стратегтері де Үндістан мен Қытай соғыса қалса Үндістанның жеңіске жетеріне сенімді. Тағы бір айта кететін мәселе, екі ел арасындағы шиеленісті кірбеңдік шекаралық дау дегеннен гөрі Оңтүстік Азиядан өтетін инвестиция ағыны мен қаржы жолына деген талас десе көбірек үйлеседі. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бері Қытай даму қарқыны жағынан әлемді жалп қаратып, Азияда теңдесі жоқ алып айдаһардай әлемге құлаш ұрды. Айдаһар ысқырығы Оңтүстік Азияда бас көтерген алып, үнді жұртын ұмыттырып жібере жаздаған. Алайда соңғы жылдар Үндістанның әлем экономикасы мен өндірістегі салмағы және болашағының Қытайдан кем түспейтіндігін жұрт бірден аңғара бастады. Тарихына көз жіберер болсақ, Үндістан мен Қытай шекарасы 1890 жылғы Қытай, Англия, Тибет және Үндістан келісім атты шекаралық шартта бекітілген. Бұдан бұрынғы шекаралық қақтығысты қосқанда Қытай Үндістан арасында 4 рет шекаралық қақтығыс бой берген екен. Кейінгі 3 реткі қақтығыс. Атай кететін болсақ, 1962 жылғы Ақсай өңірінде болған қақтығыс, 1967 жылы болған Тибет шекарасындағы жанжал, 1986 және 1987 жылы болған шекаралық дау. Бұлардың ішіндегі ең көлемдісі 1962 жылы болған Ақсай өңірі қақтығысы. Бұл кездегі қақтығыс Үндістандағы ұлтшылдардың белсенділігімен өрши түскен. Соғыста Үндістан ұлтшылдары алғашқы жеңісті де қабыл алмай, Тибет шекарасынан Қытайға басып кіруді талап еткен. 22 күнге жалғасқан бұл ұрыстан кейін Қытай армиясы елеп болған Ақсай өңірін тастап, артқа қарай 20 шақырымға дейін шегініп кетуге мәжбүр болды. Соғыстан Үндістанның 3000 адамы қаза тауып, көпшілігі із-түзсіз жоғалған. 3968 адамы қолға түскен. 1000-нан артық адамы жараланған. Ал Қытайдан 722 адам қаза тауып, 1697 адамы ауыр жарақат алған туралы да ресми ақпараттар жарыққа шыққан. Осы қақтығыстан кейін екі ел арасындағы салқындық орнап, бұл салқындық 40 жылдан кейін ғана қайтадан басталды. Үндістан тарабы Тибеттің Қытайдың бір бөлігі екенін 2003 жылы ғана мойындаған. 2006 жылы таластағы шекаралар келісімін жасасты. Алайда, Үндістан жақ таластағы көптеген өңірлерге миллиондап Үндістан азаматтарын көшіріп қоныстандырған. Сонымен бірге таластағы өңірлерге Үндістан қарулы күштері мен ауыр соғыс құралдарын орналастырған. Бүгінгі таңда Үндістан мен Қытай шекарасындағы үнді әскерлері Қытайлардан 3 есе көп. Ал маусым айындағы шекаралық жанжал екі ел арасындағы 5-ші реткі қақтығыс болып саналды. Қытай қорғаныс және сыртқы істер министрліктері Үндістанға қайта-қайта ескерту жасады. Алайда Үндістан үкіметі де өз ескертулерін жолдау барысында аянып қалған жоқ. Піл отанының атқамінерлері, біз Қытай мемлекетінен ешқашан қаймыққан емеспіз. Егер біздің жеріміз бен ұлттық мүддемізге қайта-қайта қол сұғуын тоқтатпаса, біздің де аянып қалмасымыз анық. Делидің шамасы бәріне жетеді. Соғысқа да дайынбыз деп тікесінен айтқылап-ақ жатыр. Екі дәу соқтығысса ортасында шыбын өліпті дегендей соғыс басталып кетер жағдаят туатын болса, біздің мемлекетке де оңай соқпасы анық. Бірақ әлем ресурсын сүліктей сорып, адам ресурсын шектен тыс асырып, экологиялық, мәдени рухани апаттардың жаршысы болып отырған қос миллиардтар елінің тұғырдан тайып кетуі көпшіліктің көңіліне қуаныш ұялатпай қайтсын. Ал батыс мемлекеттері мен Трамптың ақышы, Путиннің Русиясы да отқа май құю барысында аянып қалмайтыны сөзсіз. Дүние жүзін тағы да бір сілкіп алу қажеттілігі әбден туып тұр. Қолғағы жетті. Қай күні босанар екен? Сіз үшін білген дұрыс.